Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз тауешкілерге 2022 жылдың шілде айына таро расклад жасайтын боламыз. Так, бірінші карта бізде пятерка пентаклей. Пентакль өзінің ақшаның картасы. Бір ақша мәселесін кішкене жетіңкіремеуі мүмкін. Именно шілде айында. Үй мәселесі ма, әлде бір семейный ортақ мәселені шешу болуы мүмкін. Келесі картаны көрейікші. Келесі карта четверка жезл. Үйге ремонт жасау ма, әлде мысалы ремонт жасау керек болса, үйге мысалы екінші жартыңызбен ақылдасып бастаған болсаңыздар, кішкене ремонтқа ақша жетпей қалуы мүмкін. Сіздер расчет жасаған сумадан көп шығып кетуі мүмкін. Және де пентакль бұл пятерка біреуге қарыздың бермеу және алмау керектігін айтады. Себебі вовремя уақытысында қайтара алмай қалуыңыз, немесе берген ақшаңыз қайтпай қалуы мүмкін. Соған байланысты арада түсінбеушілік болуы мүмкін. Четверка жезл және де бұл отбасылық ай, екінші жартыңызбен қарым-қатынастың жақсаратындығын айтады. Ал отбасын құрмаған, басы бос тауешкілер үшін екінші жартысын кездестіру, отбасын құру сияқты кездесулер деген сияқты өзгерістер болуы мүмкін. Стабильность, жаңағы енді біраз уақыт айдың басында кішкене қаржының жетіңкіремеуі болуы мүмкін, бірақ айдың ортасынан аяғына қарай кішкене қаржы жағы стабильный бола бастайды. Так, келесі карта бізде паж жезлов. Жол түсіп тұр, может қыдырып, немесе жұмыс бабымен басқа қалаға, басқа жерге баруларыңыз мүмкін. Және де енді шілде айында жаңа бір бастама, жаңа іс бастау, жаңа жұмыс бастау ойларыңызда болса, жаңа бастамаларыңызға сәттілік тілеймін, бастауға кеңес беремін, себебі жақсы жүретін болады. Және де именно жеке өмірлеріңізде жақсы жағынан өзгерістер болуы мүмкін, отношения жағынан, жұмыс жағынан бастамаларды қорықпай рисковать етіңіздер. Рахмет, комментарий жазып, лайк басып, бағалап отырыңыздар.